Жақсы достар, 18 сұраққа келдік. 18 сұрақ, Қаныш Сәтбаев дүниеге келген облыс. Жалпы Қаныш Сәтбаев бұл бізде Қазақ Ғылым Академиясының негізін салушы, оның директор ретінде танымал тұлға, сонымен қатар Жезқазғандағы мыс комбинатын ашушы ретінде танымал. Жалпы Қаныш Сәтбаевтың қазақ жеріне сіңірген еңбектері өте көп, оны алда уақытта тоқталатын боламыз. Енді сұраққа тікелей жауап берейік. Жалпы Қаныш Сәтбаев ол бізде қарайтын болсаңыздар, 12 сәуір күні 1899 жылы Баянауыл ауданы Павлодар облысына дүниеге келген. Және 31 қаңтар күні 1964 жылы Мәскеу қаласында дүниеге өткен екен. Демек, сұрақтың дұрыс жауабы бізде Павлодар болмақ. Енді Сәтбаев туралы мәліметтер келтірейік. Жалпы Сәтбаев несімен танымал? Несімен белгілі? Жезқазған кен орнын ашуымен, металлогения ғылымы мектебінің негізін қалаушы ретінде, және Қазақ Ғылым Академиясының негізін қалаушы және оның тұңғыш президенті ретінде танымал екен. Жалпы енді бұл кісі туралы еңбектер өте көп. Жалпы шын есімі Абдул-Ғани болған, яғни ағасының есімі Абдул-Азиз болған екен. Және де бұл кісінің не үшін Қаныш деп аталып кету себебі, мектепке барған кезде оның атауын Қаныш деп жазып қарасаңыздар, бала облысы мектепке барғанда журналға есімі Қаныш болып жазылып кеткен, әрі қарай өмірінің соңына дейін Қаныш Сәтбаев деп аталып кеткен. Жалпы алғашқы білімін молдадан алған, одан кейін ары қарай Шорманау ауылында орналасқан мектепке қатынай бастайды. Одан кейін 1911 жылы Павлодарда 2-ші сыныптық орыс қазақ училищесіне барады, бірақ оны 1 жыл ішінде аяқтап шығады. Сонымен қатар алғашқы қызметтік жолын ол мұғалімдіктен бастайды, ауыл қазақ мектептері үшін мұғалім болып еңбек жолын бастайды. Кейіннен Баянауылда халық судьясы, Атбас Үстімет тірес геология бөлімінің бастығы болады, комбинаттың бас геологы қызмет атқарады. Одан кейін ары қарай КСР-ның ғылым академиясының басшысы ретінде, яғни өмірінің соңына дейін зерттеулер жүргізеді. Жалпы енді қатты ұнаған дүние осы бір дүние болды, яғни қараңыздар, 1947 жылы Англияға сапар жасайды, яғни кеңес парламенттерінің ішінде қазақ ғалымы, Ұлыбритания экс-президенті Черчилль мынандай қалжыңдап мынандай сөз қояды: барлық қазақтар сіз сияқты сұңғақ батыр тұлға ма деп сұраған кезде, сонда Сәтбаевтың жауап берген жауабы: о жоқ, Черчилль мырза, қазақтардың ішіндегі ең кішісі менің халқым менен де биік деп жауап берді дейді. Яғни қазақ халқының өзінен әлдеқайда жоғары екендігін көрсетіп тұр ғой енді бұл жерде. Жалпы одан бөлек Уәлихановтың еңбектерін зерттеген, сол Уәлихановтың еңбектеріндегі арабша, татар тілінде жазылған сөздерді қазақ тілінде жаңартып жазып берген. Одан кейін Жезқазған ұлытау өнерлерін зерттеген. Жалпы көптеген жерлер, яғни негізгі тапқан дүниесі Жезқазғандағы мыс комбинаты, бірақ одан бөлек Қаныш Сәтбаев қазақ жерінде көп пайдалы қазбаларды біледі, бірақ оны жасырып қалады. Неліктен? Себебі бір сөзінде оқығаным бар: бізден кейінгілерге де бір дүние қалсын дегенде қылып жеткізген екен. Осылай ел үшін, жер үшін еңбек еткен азаматтар тарихта қалған ұлы тұлғалардың қатарынан болу нәсіп етсін бізге де. Көп рахмет.